Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Дамира осындай керемет тағамның рецептісін бөлісемін. Бұл тағамның аты шакшука деп аталады. Шакшука қызанақ, ащы бұрыш, пияз, тәтті бұрыш және дәмдеуіштерден тұратын тұздыққа қуырылған жұмыртқадан жасалатын тағам. Бұл тағам Израиль мен араб елдерінің көпшілігінің асханасында кездеседі. Бұл тағамға керек ингредиенттің барлығын мен описанияға жазып қоямын, сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен осылай сарымсақты алып, сақтап, жақсылап турап аламыз. Енді кезекте дәл видеодағыдай пиязды да төртбұрыштап турап аламыз. Осы уақытта табамыздың астына от жағып қыздыра береміз. Қызып тұрған табаға осылай сұйық май құямыз. Кейін зираны осылай қолымызбен үгітіп, табамызға саламыз. Осының үстінен жаңағы турап алған пияз бен сарымсақты салып, жақсылап қуырамыз. 5-7 минут көлемінде. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде бұрышты төртбұрыштап сақтап кесіп бастаймыз. Енді осы қуырылып жатқан пияздың үстіне бұрышты салып, тағы да екеуін біріктіріп қуырамыз. Қызанақты да дәл солай барлығын төртбұрыштап турап дайындап аламыз. Келесі кезекте қызанақты да табамызға саламыз, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Мен барлығын описанияға жазып қоямын. Бұл жерде паприка, ащы бұрыш, куркума және тұз, қант салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Осылай аздап помидорды, яғни қызанақты езіп жіберсеңіздер болады. Кейін қақпағын жауып 10 минут көлемінде орташа отта пісіреміз. Міне 10 минут уақыт өткеннен кейін қызанақтың өзінің суығы шыққан.
Енді бір-бірден жұмыртқаның барлығын құйып шығамыз. Енді аздап бұрыш себеміз. Қара бұрыш, паприка сепсеңіздер де болады, тағы да әсемдеу үшін. Кейін қақпағын жауып, 3 минут көлемінде бұқтырып аламыз. Міне достар, асымыз дайын болды. Енді осының үстіне ақ желкен сеуіп, кейін нанмен бірге ұсынатын боламыз. Осылай нанды үзіп жесеңіздер керемет болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын. Достар, менің арнамды жоғалтып алмау үшін подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де егер де менің келесі кезекте қандай рецепт түсіргенін көргіңіз келсе, колокольчик басып қойыңыз. Достар, және де шакшуканың рецептісімен достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыз. Поделиться деген күні бассаңыз бөлісе аласыз.